армысыздар. Біздің заманға дейінгі 16 ғасырда адамзат сыбайлас жемқорлықтың қоғамға зияны түсініп, күресті бастаған. Бірнеше ғасыр бойы бұл күрес жүріп жатыр. Дегенмен де айтарлықтай жеңістерге жеттік деп айту қиын. Сол себептен бүгінгі күні қандай жетістіктерге жеттік, қандай шаралар атқарылып жатыр және қоғамның орны бұл күресте қандай? Осы туралы бүгінгі әңгіме. Құрметті телекөрермендер, бүгін біздің қонағымыз Жаңару жалпы ұлттық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысының төрағасының орынбасары, қоғам қайраткері Боран Ғизатұлы. Боран Ғизатұлы, қош келдіңіз. Боран Ғизатұлы Рақымбеков 1961 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Әділет аға кеңесшісі, полиция полковнигі. Әр жылдары Әділет министрлігінің тіркеу қызмет комитетінің төрағасы, Әділет министрлігінің бірінші вице-министрі, премьер-министрдің кеңесшісі, ішкі істер министрлігінің кадр жұмысы департаментінің басшысы қызметтерін атқарды. Қазіргі таңда Жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы ұлттық қозғалысы төрағасының орынбасары. Біз кішкентай бір сюжет түсірдік, соны қарайық, сосын содан кейін әңгіме жалғастырамыз. Елімізде жең ұшынан жалғасқан жемқорлықпен күрес жүргізіліп жатқанымен, оның тамырына балта шабу мүмкін болмай отыр. Қазір кез келген мемлекеттік орган қызметкері қызмет бабын асыра пайдаланып, мүмкіндігінше қалтасын қампитуға тырысады. Төменнен басталған жемқорлық әрекеттер біртіндеп жүйелі аса ірі қылмыстарға ұласуда. Сыбайлас жемқорлықтың экономикалық заңдардың еркін жұмыс істеуіне шектеу салып, әлемдік қауымдастық алдында елдің беделін төмендететіні белгілі. Соңғы уақытта бұл індетпен тиімді күресу үшін мемлекеттік бағдарламалар қабылданып, қоғамдық ұйымдар құрылуда. Сондықтан қазіргі таңда басты міндет қоғамда жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырып, заң үстемдігін орнату. Сұрақ Жаңару жайлы. Құрылған мақсаты, ұйымның мүшелері кімдер, жалпы атқарылған шаралар туралы қысқаша. Ең басты мәселе біздің мынау қоғамдық ұйымымыздың, мынау Жаңарудың ең басты мәселесі бұл жемқорлықты сынға алу, немесе әшкерелеу ғана мақсат емес. Бұл екінші мәселе. Онымен құқық қорғау органдары шұғылданады. Біздің басты мақсатымыз жаңағы мемлекеттік органдармен, жаңағы әкімшілікпен, қала әкімшілігімен меморандумға қол қойып отырмыз. Ол кісілер бізді жаңағы қоғаммен, қала тұрғындарымен арасында жаңағы диалогтық алаң ретінде қолданғысы келеді. Сондықтан біз сол мәселені жаңағы ең басты мақсат тұтамыз. Өйткені біз жаңағындай мәселелерді шешуде өте тәуелсіз дәнекер болуымыз керек. Сонда бұл қайырмағайшылық келмей ме? Мысалы, мемлекеттік органдар сыбайлас жемқорлықпен күреседі. Қоғам күреседі. Бір-бірін қайталау емес пе, қалай ойлайсыз? Бұл қайталау емес, өйткені қоғамның орны бұл жұмыста өте маңызды, бөлек. Мемлекеттік органдар әр орган өзінің бағытымен ғана қозғалады. Біз жалпы ұлтты мынау қозғалысымыз ең бастысы мынау халыққа жаңағы біз арқа тұтамыз. Біз байқайтынымыз, мемлекеттік органдар жаңа сонымен күресетіндер. Байқат тұрса да өзіне бір жағынан біреуді ұстаса жоспарын орындайды, екіншісі парасын бөліседі. Соңғы 2 айдың ішінде мынау халықаралық ұйымдармен қарым-қатынасымызды күшейтіп жатырмыз. Мынау Еуроодақтың елшілігімен кездестік. Мынау Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламаларымен кездестік. Тағы да басқа халықаралық ұйымдармен кездесіп, солардың көмегімен біз елбасымызға, президентке жыл сайын, жылдың аяғында осы жемқорлыққа қарсы күрестің тәуелсіз баяндамасын жасау мәселесін қолға алып отырмыз. Қоғамдық бақылауды көп айтады. Жалпы бізде де бірнеше жыл болды айтылып жүр. Дегенмен қолға алынбады. Мысалы, арнайы заң жоқ осы уақытқа дейін. Жалпы бұл қоғамдық бақылаудың бізде болашағы бар ма? Өзіміздің көршілес
жатқан елдерімізден артта қалып қалмай жаңағындай жемқорлыққа қарсы күресті жақсылап тұрып жаңа деңгейге қоюымыз үшін қоғамдық бақылаудың өте маңызды мәселе бұл. Біз енді 4-5 жыл бұрын жаңағы қоғамдық бақылау бекеттері құрылды. Олар жаңа құрылыста салынып жатқан, басқа да жерлерде жасалынып жатқан, жаңағы қыруар жұмсалып жатқан бюджеттің ақшаларын қоғамдық бақылауға алды. Соның өте жақсы нәтижелері болды мысалы. Қазір бірақ ол мәселелерді кішкене саябырсытып алдық. Бірақ біз өзіміздің жаңару қоғамымыздың құрамында мынау мемлекеттік органдармен, мынау басқа да органдармен бірлесіп, жаңағындай мониторингтік топтарды құрып жатырмыз. Көп кісілер хабарласып, мысалы, сұрауы мүмкін. Біз ұйымға қалай кіруімізге болады, қалай атсалысуымызға болады. Бізде фактілер бар сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Сондай біздің телекөрермендерге не айтар едіңіз? Барлық облыстарда, барлық аудандарда өзіміздің жаңағы филиалдарымызды құрдық. Қазірдің өзінде 2000-нан астам біздің мүшелеріміз бар. Осы кездесуімізді пайдаланып, мен телекөрермендерге айтарым, біздің қоғамдық ұйымға мүше болу үшін ешқандай тежеу жоқ. Мемлекеттік орган қызметкерлер болсын, кәсіпкер болсын, немесе студент болсын, жастар болсын, ардагерлеріміз болсын, қандай да азаматтар болса да келіп бізбен қоян-қолтық жұмыс істеуге құқығы бар. Ешқандай не жоқ, тежеу жоқ. Адамның азаматтық позициясы болса, жаңағындай жемқорлыққа төзімсіздікпен қарайым деген азаматтар болатын болса, біздің ұйымға келіп, бірге қоян-қолтық жұмыс істеуге біз шақырамыз. Осы жұмысқа әртүрлі әлеуметтік топтарды тартуға қандай бағытталған шаралар бар? Қазір мынау ардагерлер ұйымдарымен, кәсіподақ ұйымдарымен ниеттіміз солармен жұмыс істеуге. Сосын мынау жаңадан құрылған агенттікпен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайынбыз. Ең бастысы мен қуантатын жағдай, бұл біздің қоғамдық ұйымымыздың жаңарудың көпшілік дені бұл жастар. Жастардың белсенділігі өте жақсы. Мынау тазалыққа деген, тазаруға деген, жаңаруға деген жастардың өте сондай белсенділігі бізді қуантады. Жап-жас студенттер немесе жаңағы жас маман болып келген азаматтардың жаңағы өмірде жаңағы былықтарды көріп, жемқорлықты көріп, содан жиіркеніп, содан өзінің көңілінің қарсылығын білдіріп отырған жастар өте көп. Бүгінгі көрермендерімізде түсінген нәрсе, бұл қоғам күреспей, қоғам қарсы тұрмай, құқық қорғау органдарымен күшімен жасай алмаймыз деген ойға келіп жатыр деп есептеймін. Сол себептен жаңару жалпыұлттық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалыстың жұмыстарына сәттілік дегім келеді. Барлығымыз атсалысып, осы ортақ мақсатқа жетуге аянбай қызмет жасаймыз деп айта аламын. Ісіңізге сәттілік, келіп бізге ой бөліскеніңізге алғысымды айтамын. Қазақта ауруын жасырған өледі деген сөз бар. Енді басталған ауруды анықтау қиын, бірақ емдеу оңай. Асқынып кеткен дертті бірден байқауға болады, бірақ емдеу қиын. Дәл солай, сыбайлас жемқорлық деген дертті қоғам бірінші кезекте ерте анықтау керек. Және кез келген көрінісіне шыдамсыздық танытып, теріс пікір қалыптастыру керек. Бүгінгі әңгіменің түйіні осы деп ойлаймын.